Ассалаумағалейкум бәріне. Бүгін wrap функциясын қолданамыз. Әдеттегідей жұмыс істеу алаңын таңдаймыз. Бүгін осындай шеңбер өсірейік. Биіктігі 140 болсын. Енді мынандай бір қазір домалақ шарлар қойайық. Енді wrap функциясын таңдайық. Содан кейін қай нәрсені wrap деген негізі бірдемені сарып, айналдыра қаптау деген сөз. Қаптау немесе жай сөзбен айтқанда. Бұл жерде tools деген нені қаптаймыз? Немен қаптаймыз? Соны таңдауды шақырады. Қаптайтын нәрсеміз, кішкентай домалақтар. Target деген нені қаптаймыз? Мынаны қаптаймыз. Енді бізге solid қып жасайық. Енді мұна қарасаңыз, шетінен қарасаңыз, мынау цилиндрдің жан-жағы мынандай домалақ фигуркаға, қотырға толды. Бұны біз наоборот ойайық. Бұлай ойған болдық. Енді мынаны қозғасаңыз, бұның позициясын жасаймыз. Мысалы, позиция осындай болсын. Міне. Біздің цилиндрдің үстінде екі точка пайда болды. Бұл wrap функциясы. Жаңағы қаптау функциясы. Енді қаптадық. Біз өткен linear pattern дегенді қолдансақ, мысалы, нені паттерн жасаймыз? Мынаяқта есіңіздер ме? Part pattern емес. Өйткені бізде part өз жалғыз бөлшек тек қана бір feature pattern. Feature pattern деген соның бөлшектің жан-жағындағы бір өзгешелікті қайталау. Өзгешелікті таңдайық. Өзгешелік wrap деп таңдай салу болады. Сосын direction деген бағыты мынау үстіне дейік. Көрдіңіз, арасы 25 мм дейді. 25 мм демейік. Одан аздатайық. Сосын копия санын көбейтейік. Осындай болсын. Міне, біздің цилиндрдің үстінде қалаған ойықтарымыз жайлай басып келе жатыр. Енді бұны айнала басу үшін айтқандай circular паттернді қолданамыз. Circular паттернді қолданып, қайтадан part паттерн емес, өйткені бізде бөлшек біреу-ақ, feature паттернді таңдаймыз. Feature'ларымыз ол wrap, бірнеше екеу, содан кейін linear паттерн, оның үстіне жасаған копияларымыз. Енді axis of pattern, жаңағы бұл circular болғаннан кейін axis, және дөңгеленген ненің үстіне қайталану керек? Ол нәрсе дөңгеленген болу керек дейді. Дөңгеленген нәрсені бұлай таңдайық. Көрдіңіз бе? Міне, 360 градусқа жан-жағына бүйтіп жаңағы ойықтарымыз пайда бола келді. 4 рет қайталанады деген. Біз оны 4 емес, бірнеше қылайық, 6 қылайық. Қандай болады екен? 7 болсақ ше. Міне, 7 қылдық. Мынандай әдемі нәрсе шыға келді. Осындай әдемі нәрсеміз шыға келді. Wrap функциясы демек қаптау деген сөз. Қисық
фигуралардың беті қисық болатын болса, сол қандай қисық болмасын, қалаған нәрсеңізді сол қисық бетке қаптауға болады. Осымен сабағымыз тамам. Сау болыңыздар.